Вавилондағы ең бай адам Джордж Клейсон. Видеоны соңына дейін тамашалап, каналға тіркеліп, бай болудың 7 қадамын біліңіз. Вавилон көне әлемнің ең дамыған қаласы болған. Ол қаланың саудагерлері, кәсіпкерлері, басшылары ақылдылығымен, қаржылай сауаттылығымен, парасаттылығымен көзге түскен. Олар ақшаның құны мен қадірін білген. Автор Джордж Клейсон кітапты қазба жұмыстары кезінде табылған деректерге сүйене отырып жазған. Кезіндегі Вавилондағы ақшаның заңдылықтары бүгінгі күні де еш өзгерген жоқ. Ақша қоғамдағы жетістіктің өлшемі. Ақша өмірдің берген ең жоғары сыйларының дәмін татуға мүмкіндік береді. Ақша ақшаны ұстап, оны жинаудың заңдылықтарын білетін адамдарды сүйеді. Ұлттың дамуы әр азаматтың қаржылай жағдайының гүлденуіне тікелей байланысты. Сонымен ақшаны ұстаудың ең негізгі 7 ережесі. Бірінші ереже – ақша жинауды баста. Тапқан ақшаңның бір бөлігін өзіңе сақтап қой. Мысалы, 10 000 теңге тапсаң, 1000 теңгесін өзіңе жинауды баста. Айына қанша тапқаның маңызды емес, басында үйрене алмауың мүмкін. Ақша жиналған сайын мотивацияң арта береді. Есіңе түсір, саған қолыңа ақша түскен кезде сен бірден қарыздарыңды қайтаруға ұмтыласың, кредиттеріңді жабуға асығасың, азық-түлікке төлейсің, киім алуға асығасың. Енді жаңа әдет қалыптастыр. Алдымен өзіңе төле. Сен бұл ақшаны еңбектеніп адал жолмен таптың. Алдымен өзіңнің ақыңды өзіңе төлеп ал. Барлығы шағыннан басталады. Бүгін 10 000-нан кем дегенде 1000 теңгесін өзіңе алсаң, кейін бұл сума өсе беретін болады. Екінші ереже – шығындарыңды бақыла, ақшаны дұрыс құрта білу керек. Ол үшін алдымен әдеттеріңді ретте. Өз бюджетіңді жүргізе баста, табыс деңгейіне байланысты шығындарыңды ретте. Шығындарды бақылау артық заттарға ақша құртудан сақтайды. Ай сайын бюджет құрастыр. Бюджет саған артық шығындардан сақтануға көмектеседі. Сенің ішкі желаниелерің бәрібір тыным таппайды, сондықтан желаниелеріңді қазіргі мүмкіндіктеріңмен реттей біл. Үшінші ереже – табысыңды өсір. Байлық алып келетін табыс арқылы есептеледі. Сен дем алып жүрсең де, саяхаттап жүрсең де, ақша үнемі жұмыс істеп тұру керек. Ақша жұмыс істеген кезде тезірек көбейеді. Әрбір тиын үнемі пайда әкеліп тұру керек. Төртінші ереже – байлығыңды жоғалтып алудан сақтан. Жинаған қаржыңды дұрыс сақтамасаң, одан айырылып қалу өте оңай. Ең алдымен аз ақшаңды сақтауды үйрен. Сол кезде сен алдағы уақытта саған келетін үлкен ақшаны сақтауды білетін боласың. Әрине, ақшаңды тезірек бір жобаға құйғың келіп тұрады, бірақ сондай сәттерде барлық тәуекелдерді ескер. Білетін адамдармен ақылдас. Ол адам сенің досың не туысың емес, сол саланың тәжірибелі эксперті болуы керек. Ақшаның қайтарылатынына кепілдік беретін жобаларға инвестиция жасаған дұрыс. Бесінші ереже – үйіңді табыс әкелетін мекемеге айналдыр. Пәтер жалдап тұру біраз шығынға ұшыратады, сондықтан мүмкіндігінше өз үйіңнің болғаны дұрыс. Бұл үй саған сенімді қорғаныш болады және шығындарыңды азайтады. Алтыншы ереже – болашаққа табысыңды қамтамасыз ет. Әрбір адам қазір ғана табысты болып қоймай, болашақта да табысты болу керектігін біледі. Болашағыңды міндетті түрде ойла. Қартайған шағыңда сен және отбасың кедей болып қалсаңдар, бұл нағыз трагедия. Зейнетке шыққан кезде де табыс әкеліп тұратын жобаларға инвестиция жасау қажет. Жетінші ереже – ақша табу қабілетіңді дамыт. Ақша табу деген ниетіңнің болғаны дұрыс. Барлығын қадам-қадаммен жасауды үйрен. Алдымен аз суманы тап та сақтай біл, өсіре біл. Осылай біртіндеп тәжірибе мен білім жинап аласың. Жұмысыңа үлкен қызығушылық таныт. Біз парасатты болған сайын табысымыз да арта түседі. Вавилондықтардың пайымдауынша, өзін құрметтейтін әрбір ер адам мына қағидаларды ұстануы тиіс. Қарызды уақытылы қайтару. Егер дәл уақытында қайтара алмасаң, қарыз алма. Отбасын ойлап, оларға сапалы өмір сыйлау. Жағдайы қиын жандарға көмек қолын соза білу. Ұрпағына мұра қалдырып, оны теңдей әділ түрде бөліп беру. Міне осындай бір қарағанда қарапайым болып көрінетін 7 ереже сені қаржылай тәуелсіздікке алып шыға алады. Бұл ережелердің астарында терең мағына жатыр. Олар мынандай. Сенің тапқан ақшаңның барлығы сенікі емес, тек бір бөлігі ғана өзіңдікі. Осыны ұмытпа. Ақша туралы білетін адамнан сұра. Олай болмаған жағдайда ақымақтығың үшін өз құнын төлейсің. Ақыл кеңес туралы үйренгеннен кейін ақшаңды үнемдеп құртуды үйрен. Бұл ережелерді орындау үшін саған ерік-жігер қажет, яғни сила воли. Әркім бай болып кете алмайды, тек ерік-жігері жоғары байлыққа жетемін деп нақты шешім қабылдаған адам ғана байлыққа жете алады. Ақшаның құлына айналма, ақшаға жұмыс істеме. Ақша сенің құлың айналсын, ақша саған жұмыс істеуді бастасын.
Әр болатын оқиғаға дайын болу керек. Бай болу үшін де бай болуға дайын болу керек. Бәлкім сен әлі де бай болуға дайын емес боларсың.